Саламатсызбы оқушыларым. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жердің құрылысы мен құрамы. Оқу мақсаты жердің құрылысы мен құрамын атау. Сонымен оқушылар біз жалғастырамыз. Жер туралы мәлімет жинайтын боламыз. Сонымен сендер білесіңдер, осы біздің қалашыларымыз сондай ауқымды. Қалашыларымыз бірнеше географиялық қабықтардан тұрады. Сонымен, егер біз космосқа кеңістігінде болсақ, бірнеше кеңістікті көретін боламыз. Ол атмосфера, гидросфера, биосфера. Және осы өзінің кестемде тағы бір географиялық қабық жоқ. Сендер ойлап көріңдер, қандай географиялық қабық Гүлсара Жанкеевнадан қосқан жоқ. Дұрыс, литосфера деген географиялық қабықты мен қосқан жоқпын. Сонымен оқушылар, біз литосфера географиялық қабыққа назар аударатын боламыз. Сонымен осылардың күлдім географиялық қабықтардың осы ұғымдарға біз түсінік беріп тырысайық. Атмосфера дегеніміз не? Ауа жер шарын ең сыртынан қоршап тұратын, оны біз атмосфера деп атаймыз. Гидросфера деген жер бетін бір тұтас жауып жататын су қабығы деп ататын боламыз. Осы жердің 2-3 бөлігі судан үлесіне тиеді. Гидросфера құрамы оған жатады, мысалы мұхиттар, теңіздер, өзендер және батпақтар да жататын болады. Жер асты суларды гидросфераның құрамына жатады. Биосфера деген ол тіршілік географиялық қабық деген мағынаны білдіреді. Осы жер қабықтар, литосфера, гидросфера, биосфера, атмосфераны егер қоссақ, географиялық қабықты құрайтын болады. Сонымен жердің сыртқы құрылысы де айтуға болады. Осы бірнеше қабықтар олар бірімен қосылып, географиялық қабықты құрайтын болады. Географиялық қабық өзінің бір заңдылықпен заңдылықтардың жіктеуге болады. Сендер жоғары сыныпта оқитын боласыңдар. Сонда да оқушылар біз білу керекпіз осы географиялық қабықтың шекарасын. Географиялық шекарасын, сонымен қазіргі кезімізде де анықты зерттеген нақты тұжырым сондай әлі анықталған жоқпыз. Сонда да оқушылар біз білу керекпіз, географиялық қабықтарын білу керекпіз. Мысалы, атмосфераның географиялық қабығын егер белгілесек, ол 11 километрға шейін созылады. Литосфераның қалдығы ол 70-ге шейін созылатын, километрға шейін созылатын болады. Сонымен осы суретті қарағанда нақты көрініп тұрады географиялық қабықтың және биосфера шекарасы да айтуға да болады. Сонымен осы географиялық шекарасы туралы, географиялық қабықтың шекарасын арналған бір тапсырма орындап тырысайық. Біз оқушылар жұмыс істейміз 8-ші параграфпен, 30-ші бетпен. Тропосфера, стратосфера, озон қабаты деген ұғымдардың мағынасын жазып аласыңдар қазір. Адамдар осының қай қабатында тіршілік етеді? Адамдар басқа қабатында өмір сүру мүмкін бе? Осы тапсырмаға жауап беріп тырысыңдар. Сонымен оқушылар тағы бір ұғым туындады. Геофизика, жердің ішкі құрылысын, физикалық қасиеттерін және қатты, сұйық газ қабаттарын өтетін құбылыстарды зерттейтін ғылымдар жиынтығы. Геофизиканың негізгі салалары соңғы 4 ғасыр ішінде дамып келеді. Егер біз геофизика осы ғылым тірілсек, сонымен біз айтатын боламыз. Бір геофизиканың үлкен бір ұғым шығатын болады, ол литосфера. Сонымен оқушылар, осы біздің сабағымызға
сай келетін бір сонымен нақты біз білу керекпіз. Литосфера дегеніміз қандай ол сөз қандай мағына білдіреді. Литосфера дегеніміз бедекші сөзі литос тас, сфера шар. Жердің сыртқы қатты қабығы жер қыртысы мен мантия жоғары қабатын қамтиды. Назар аударыңыздар, оқушылар, мұнда сондай нақты жазылып тұр. Жер қыртысы мен мантияның жоғары қабатын қамтиды. Сонымен біз өздеріміз қазір осы литосфераның құрылысын осы сұраққа жауап беріп тырысамыз. Сонымен адам жердің сыртқы қабаттарын зерттегенмен, оны астыңғы қабаттарын аз тереңдікке дейін ғана тікелей бақылай алады. Ең тереңдеген скважинаның өзі әзірге 15 километр. Ол 15 километрді айтамыз, граница Диату Махаровичі және Махаровичінің шекарасында айтамыз. Жердің ішкі құрылысын анықтауда жер сілкінісі кезінде пайда болған толқындар белгілі бір тереңдіктерге таралу жылдамдығын өзгертетіндігі анықталған. Соның нәтижесінде жердің ішкі құрылысын зерттеген болған, ол бөлінетін болады 3 қабатқа. 3 қабат, бірінші қабат ол біз айтамыз жер қыртысы да айтатын боламыз, екінші бөлінетін болады мантия, үшінші ядро. Жер қыртысы, мысалы, оның өзі 2 түрде болады. Біз келесі сабақта оны оқитын боламыз. Жердің ең орталық өзегі ол ядро деп аталатын болады. Ол әртүрлі химиялық заттардан тұратын болады. Негізгі химиялық заттар ол темір, никельден тұратын болады. Мантия латинше сөзі ол шапан. Литосфера шапанды айтатын боламыз. Ол ең терең қабаты деп айтатын боламыз. Сонымен жердің құрылысын осы суретке қарағанда нақты көрініп тұрады. Оның қалыңдығы, оның қасиеттерін сендер қазір жұмыс істеп, тапсырманы орындап білетін боласыңдар. Сонымен осы тақырып бойынша, осы литосфераның құрылысының құрамы бойынша біз бір жұмыс орындаймыз. Сергету сәтті деген. Ол, мысалы, әртүрлі ұғымдар жазылып тұр. Осы ұғымдармен біз танысқан болдық. Атмосфера, гидросфера, ядро, биосфера, мантия. Оң жағында орналасады жауаптар. Сол жауаптарды осы ұғымдарға сәйкес келтіретін боласыңдар. Сонымен бір тапсырма орындаймыз. Географиялық қабық деген не? Географиялық қабықтың шекарасы. Осы бағалау критерий бойынша дискрипторды қарап орындайтын боласыңдар. Бірінші, географиялық қабық туралы білеміз деген осындай үлкен бір критерий қоямыз. Дискрипторлары болады. Географиялық қабық деген не? Сұрағына жауап бере алады. Екінші, географиялық қабықтың шекарасы ажырата біледі. Егер осы сендер сұраққа жауап берсеңдер, осы дискриптор арқылы плюс қоятын боласыңдар. Екінші тапсырма, литосфера деген не? Жердің ішкі құрылысы. Осында сұраққа жауап беретін боласыңдар. Бағалау критерий арқылы және дискрипторға қарап тұрып, біз орындаймыз. Балалар, оқушыларымыз қарап назар аудару жайында. Литосфера ұғымын егер білсіңдер, плюс қоясыңдар. Жердің ішкі құрылысын бөліктен ажырата білсіңдер, оны дұрыс анықтасыңдар, плюс қоятын боласыңдар. Сонымен, тағы бір осы қызықты география деген бөлімге назар аударайық. Есте сақтайтын сандық мәліметтер. Атмосфераның химиялық құрамының, әртүрлі химиялық құрамынан тұрады. Оның ішінде өтегі пайыз бойынша 20 пайыз, 88 пайыз азот, қалған 0,1 ол аргоннан тұрады. Жер қыртысынан әрі шамамен 200.900
шақырым тереңдікке дейін мантия орналасқан. Ядроның радиусы 3500 шақырым шамасында. Осымен сабақ біздің аяқталды. Сау саламат болыңыздар.